ақылмен шешіледі. Бірлестіктің мүмкіндік жоспарының қаржылы үшін алданымызға керек. Оқушымен арамызда қашықтық бөліп тұрғанымен, мақсатымыз айтқан, бағытымыз анық, мұратымыз асқан. Есімім Ғазиза, тегім Бердібай, бүгінгі мәселе мынадай. Қазақ тілі халқымыздың шежіресі, қуанышы, қайғы мен қасіреті. Бұның рухани орны. Таза мінсіз асылтас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жер толқынса шығады, ой түбінде жатқан сөз жер толқынса шығады. Асан Қайғы. Тілдің иесі кешегі қазақ, бүгінгі қазақ және болашақтағы қазақ. Тіл өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты, бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі күннің кепілі. Төл тіліңді таза біл, абайдан қалған асыл сөз, Жамбылдың жауқар жырлары, Қасымның қайсар ызғары, Төлегеннің жыр бағы, Мұқағали сырлары, Жұмекеңнің жыр нәрі, Фаризаның мақалы, Қадырдың шыққан қырлары, Тұманбайдың тыңдары, Мұхтардың маңғат нұрланын, қалмасын десең тыңдаусың, түсінемін десең ымдаусың, тіліңді білдің, болдаусың. Ана тілін ұмытқан адам өз тарихының өткенінен де болашағынан да құр қалады. Ғабит Мүсірепов. Ана тілін жырлап өткен талайлар, жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар. Қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі алаулар, арайлар. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толғанған көңілдің, лүпілдеген жүректің сағынышы. Онда дән де, мән де болу керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін ұлы, шыңғыс Айтматов. Кім-кім қазіргі уақытта өз ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болады. Мұхтар Әуезов. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынов. Ана тілім арым бол, ұятым бол, тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қадыр Мырзалиев. Әркімнің туған тілі, туған шеше, оған баланың міндетті сан несе. Сәбит Мұханов. Қазақ мектебіндегі бала келешекте қай мамандыққа барамын десе де, ең алдымен өзінің тілін, әдебиетін сүю шарт. Сол сүюді өмір бақи асыл мұрасындай сақтау керек. Ана тілін жоғалтқан адам өз халқының мәдени мұраларының барлығынан құр алақан қалады. Ғабит Мүсірепов. Анамыздың ас үстімен бойымызға дарыған тілімізді ұмытып, бүкіл ата-бабамызды тайсылтын Бауыржан Момышұлы. Аңдатпадағы ақпараттарды айту үшін алдаспандай лықылдап тұру керек. Тіл туралы білдіңіздер, ал енді аталық туралы жүректен айтамыз. Қазақ әдебиетінің ұлы жазушысы, көркемсөз зергері Ғабит Мүсіреповтің 40 жыл бойы жүрегінің түкпірінде сақтаған Джакондасы кім екенін білгіңіз келе ме?
ендеше 18 ақпан күнгі менің сабағыма қатысыңыз. Жауыздықты мейіріммен жеңгісі келген бала Құрмаштың аянышты тағдыры туралы білгіңіз келсе, 18 ақпан күні өтетін сабағыма шақырамын. Белгілі жазушы, журналист Оралхан Бөкейдің Тортай өнері Ақбозат шығармасындағы кейіпкер Тортай өзі армандаған Ақбозатына мінді ме? Шығарманың немен басталып, қалай аяқталғанын білгіңіз келе ме? Олай болса, 18 ақпан күні болатын менің ашық сабағыма шақырамын. Киелі Тараз өңірі Жуалы ауданының тумасы, халық қаһарманы, қазақ батыры Бауыржан Момышұлының ұшқан ияз туралы білгіңіз келсе, 11 ақпан күні сабағыма қатысыңыз. Бұлар өнер тапқыштардың туындылары. Сол сияқты ұшақтың алғаш рет қалай пайда болғандығы және оны кім ойлап тапқандығын білгіңіз келсе, 15 ақпан күні әуе көліктері сабағында сіздерді күтемін. Жауырыны жерге тимеген қазақ балуаны және ол қалай жеңіске жетті? Қызықтырады ма? 17 күні болатын онлайн сабағында айтамыз. Шұға мен Әбдірахманның махаббаты туралы және де армандары туралы білгіңіз келе ме? Олай болса, 11 күні ашық сабағында күтемін. Шығыс Қазақстан облысына саяхат жасап, Тортай өнері Ақбозат шығармасы туралы ақпарат алғыларыңыз келе ме? Онда 16 күн болатын ашық сабағына келіңіздер. Қазақ тілінің 10 күндігін ашық деп жариялаймыз. Жаса қазақ тілін, жаса ғажап тінім, баянды бол азат күнім, бағың таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салтым, айдан асып мықты даңқың, жаның жайнасын.